Енді осы Royal қарсылас, кімнің қарсыласы жарақат алғанда бірден хабарласты маған беріңдер деп. Сол үшін сендерге айтарым, ең ауыр соққы лақтыратын ол менмін. Мен ең мықтымын, мен проблемамын бұл дивизиондағы. Мен титулды қалаймын, белбеуді қалаймын. Кеттік, Ислам Холлоуэй. Иә, достар, бүгін біз Асу Алмабаевтың өзінің жаңа жекпе-жегіне титулға үміткер бола алатын мүмкіндігі жайлы айтқан бейнесін тамашалайтын боламыз. Оған қоса UFC жауынгерлермен сұрақ-жауап айдарын жасаған болатын. Бірге тамашалайық, сіздермен солай де арнасы. Кеттік, бастаймыз. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Қолдап жатқан барша бауырларға көп рахмет. Жазып жатқан күнде. Бүгін осы бір айдың ішінде біраз қарсылас ауысты, осы қарсыласқа келіп тірелдік. Ең әдемі деймін, қарсыластардың ішіндегі. Әдемі деген не жағынан ғой? Бой жағынан, главный бой. Ең бастысы жарақат алмай, соперникте өзімізде аман сен жетсек, жақсылап бой көрсетіп. Енді осы үшін келдік қой. Енді осы Royal қарсылас, кімнің қарсыласы жарақат алғанда бірден хабарласты маған беріңдер деп. Өзім сұрап алған бой. Енді жақсылап дерзайт ете көріп, иншалла. Жұма мүбәрәк болсын. Баршаңызға рахмет. Ал UFC болса баяғыдай сұрақ-жауап айдарын жасаған болатын. Ол жақта Чарльз Оливейра, Алекс Волкановский, Тайто Иваса және Джек Делла Мадалена секілді жауынгерлер болды. Сол арқылы Оливейраның болжамды келесі қарсыластарын білдік. Көп сөзбай сұхбатқа көшейік. Алғаш болып жартылай орта салмақ жауынгері, болашақ белбеу үшін үміткер, UFC беріп жатқан қарсыластың бәрін жеңген. Әзір оның октагонға қайтып оралуын күтіп жүрміз. Ол Джек Делла Мадалена. Бүгін біреудің бетінен ұрды деп естігем. Мен сенде ойлаған едім, мұрның қисық. Мұрнын өз орнынан жылжып кетіпті. Қалайық, бұл жігіт жартылай жеңіл салмақтағы ең мықты жауынгер деп саналады. Ол өзінің белбеу үшін реваншын күтіп жүр, жартылай жеңіл салмақтағы. Қарсы алыңдар, Александр Волкановский. Австралиялық адамдар жайлы білетінім, әйтеуір сендер төбелесуді ұнатасыңдар. Оған қоса көңіл көтеріп жақсы уақыт өткізгенде де жандарын сүйеді. UFC-де бұл жігіттен артық көңіл көтер алатын адам жоқ. Бұл Тайто Иваса. Оған қоса тентек төбелесетін жауынгерлер бар. Біз олардың жекпе-жектерін сүйіп қараймыз. Оның ішінде өзінің әлемінде өмір сүретін жігіт бар. UFC-де сабмишн бойынша рекорд орнатқан жауынгер. Стойкада да қызық жекпе-жектер көрсететін жігіт. UFC-де қайтадан жеңіл салмақтың чемпионы болуды көздеген. Қарсы алыңдар, The Bronx, Чарльз Оливейра. Достар, біздің жолымыз болды. Бүгін біздермен бірге ең мықты жауынгерлер отыр. Осындай энергиямен отырған қалай екен? Құр сұрақ жауап үшін толқып отырсың ба? Бұл керемет. Мен қуана төбелесетін едім. Бірақ керемет бұл энергияны сезіну өзімнің жекпе-жегіме бірнеше апта қалған сәтте. Бұл адам сенгісіз. Австриялық жігіттер үнемі залды толтырады. Кеттік. Үлкентай, халық сені сүйетін секілді. Сендерге сәл су ішу керек, естеріңді жию үшін. Кеттік. Чарльз, сен қызықты жауынгерлердің бірісің әлемдегі. Ол адамдар сені құшақ жая қарсы алады. Саған қаншалықты ұнап тұр олардың қолдауларын сезіну?
Charles, você é um dos lutadores mais empolgantes do mundo. Essa galera aqui está abraçando você, recebendo você de braços abertos. Como é que é você ser recebido assim do outro lado do mundo? Eu sonhei com isso. Eu sonhei com todo mundo me aplaudindo, sabe? Tipo, eu amo todo mundo de coração. Eu sou muito grato de quando eu chego nos lugares acontece dessa forma. Мен бұл жайлы армандадым. Мен үнемі өзімді осы жерде жүргенімді қиялдап жүретінмін. Енді қайда барсам да осы энергияны сезінемін. Мен қанағат етемін осының бәріне. Мені осылай қарсы алғандарына. Ал бүгінгі бейнеміз Айдардың арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамыз. Барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейнен шоуына септік тигізгіңіз келсе, осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Достар, бұл керемет жауынгерлер сендердің сұрақтарына жауап беру үшін келді. Жерде микрофондар тұр. Кезекке тұрып, біз сіздерді таңдаған сәтте өз сұрақтарыңды қоясыңдар. Бірақ бастамас бұрын, Джек Делла Мадалена, сенің алдында мансабындағы ең маңызды жекпе-жегінің бірі тұр. Леон Эдвардсқа қарсы шығасың. Дайындығың қалай? Тағатсыздана күтудемін. Бұл менің ең маңызды мүмкіндігім. Сол үшін мен дайынмын, шығып шоу көрсетемін, сосын белбеу үшін шайқасамын. Микрофондар бар, достар. Кезекке тұрып сұрақ қоя аласыңдар. Қысылмаңдар. Эй, Волконовский, мен бүгін естуімше Илья Тупурия сенімен төбелескім келмей жүр деген. Сен оған ұнаған соң. Ол сен ұнатқан соң сенімен шыққысы келмейді деді. Жоқ, ол өте жақсы жігіт. Біз тіл табыстық, жаман емес ол. Әрине, ол жеңіл салмаққа көтеріле алады, солай айтып жүрген. Жеңіл салмақта бір нәрсе істеймін деп. Бірақ әлбетте ол оны істей алмаса, егер бұны қалап, UFC де оны қаласа, ол үшін бұл керемет мүмкіндік. Болмаса, мен реванш ала аламын деген ойдамын. Сұрағым Оливейраға, сенің ойынша Ислам Махачевтен өшінді ала аласың ба? Өзінің треугольнигі мен сабмишн жасап. Ei, cara, você vai querer botar uma vingança pra cima do Makhachev, fazendo a mesma coisa que ele fez com você, botar um kata-katame? Não, na realidade eu não fico nessas loucuras, nesses pensamentos. Eu tô em busca de um título, é isso que eu tô. Eu quero se tornar campeão de novo, não importa quem seja, que esteja do outro lado, isso vai acontecer. Білесің бе, мен ондай трэш-ток айтқым келмейді. Маңызды емес кімде белбеу. Мен белбеуді бір рет ұтқам, екінші ретте аламын. Ал кімнен ол маңызды емес. Асыға күтудемін ол сәтті. О, Құдайым, мен толқып тұрмын сайтан алғыр. Мен сұрағым мен әлемдегі ең сүйікті жауынгерім Чарльз Оливейраға. Чарльз, сен өз инстаграмына сурет салдың. Халықаралық жекпе-жектер аптасы деп. Келесі кім? Ислам ба? Тупурия ма? Және белбеу үшін ойнатыла ма ол? Исламды қалай жеңесің? Você é o lutador favorito dele, então ele quer fazer a pergunta para você. Você postou uma coisa no Instagram hoje e disse International Fight Week. O que tá vindo pro próximo? O que você tá cozinhando aí? É segunda. Se você, não importa quem for, como é que você vai ganhar e como é que você ganharia do Islam? Cara, obrigado pelo carinho. Eu tô mentalizando isso, International Fight Week. Né? Eu tô em busca de um título. A gente estamos trabalhando, a gente estamos conversando, a gente estamos treinando. Seria uma boa data, seria um bom lugar. Quem sabe? Isa Makhachev, Max Holloway. Eu estou em busca de um título. É isso que eu quero, então temos que pensar. Mas quem sabe? O Isa Makhachev, Max Holloway, por que não? Құрметін үшін алғыс айтамын. Тыңда, менің қалауым жоқ. Менің ойымдағы жақсы деген жекпе-жектерді ұсынамын. Қай күнде болмасын, қай жерде болмасын, кеттік. Ислам ба, Макс Холлоуэй ма, маңызды емес. Бұл керемет болар еді деп ойлаймын. Мен титулды қалаймын, белбеуді қалаймын. Кеттік, Ислам, Холлоуэй. Жақсы көрем сені, Чарльз. Өтінем, Холлоуэймен шықпашы, Холлоуэйді жақсы көремін. Сәлем, менің сұрағым барлығына арналған. Маған қызық, мансаптағы ең қатты соққыны лақтырған қарсыластарыңды атап кетсеңдер. Себебі сендер ең мықты жігіттермен шықтыңдар осы спорттағы. Оливейрадан бастайық. A pergunta é a seguinte, você já enfrentou muita gente do mais alto calibre. Quem que bateu mais forte? Cara, é difícil. Cada luta tem um time, né? Dante Poirier, Dante Gate, Michael Chandler. Quando eu lutei contra o Dante Gate, todo mundo falava que era o cara que batia mais duro. Né? E quando eu bati, ele dobrou. Então,
Eu acho que o cara que bate mais duro da divisão sou eu, por isso que eu estou em busca desse cinturão BMF. Eu sou o problema dessa divisão. Não importa quem esteja do outro lado, eu vou andar para frente o tempo inteiro. Então, o mais bravo dessa divisão sou eu. Түсінесіңдер ме, қиын болған жауап беру. Мен айта алар едім, ол Пол, Джастин Гейджи, Майкл Чендлер деп. Білесіңдер ме, мен Гейджимен төбелеспес бұрын ой, ол қатты соққы лақтырады деген. Сосын мен оны ұрған кезде ол беріле салды. Сол үшін сендерге айтарым, ең ауыр соққы лақтыратын ол менмін. Мен ең мықтымын, мен проблемамын бұл дивизиондағы. Мен BMF белбеуін алғым келеді, сондықтан мен ең мықтымын. Иә, достар, ал енді сіздердің ойларыңызша Оливейра реваншты ала ала ма Исламға қарсы? Немесе Макс Холлоуеймен жекпе-жегі қалай өтер еді? Асу Алмабаев КП-ні нешінші раундта жеңеді? Барлығын комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше, қош аман, сау болыңыздар.